Ақтөбеде балалар зардап шеккен жол апатында жүргізуші рөлде қалып кеткен. Ол қазір қамауда. Полицейлер аудандық балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі басшылығына қатысты да салғырттық бабы бойынша қылмыстық іс қозғады. Көлік апатына түскен оқушылардың жағдайы қалай? Облыс орталығындағы жарысқа балалар неге жеке машинамен шыққан? Тақырыпты Ақбаян Сұлтанмұратова тарқатады. Темір ауданының оқушылары облыс орталығында волейболда өтетін жарысқа келе жатқан бет екен. 9 баланы жаттықтырушысы ертіп шыққан. Жеңіл көлік қалаға жетпей аударылып, оқиға болған жерде 7-ші сынып оқушысы тілге келместен көз жұмды. Қалған оқушылар Ақтөбедегі балалар ауруханасына жеткізіліпті. Олардың жағдайын білу үшін денсаулық сақтау вице-министрі келген. 5 оқушы жансақтау бөлімінде жатыр. Жағдайлары бір қалыпты ауыр. Екеуі қазір ИВЛ-да жатыр. Жасанды өкпе желдеткішке. Бірақ положительная динамика бар, неврологическая. Бірақ біздер оларды жаңа медикаментозный сонымен бір 4-5 күнде біз ұстаймыз. Өткені мына бас ми жарақатына покой керек, тыныштық. Ауыл балалары Ақтөбедегі жарысқа автобуспен емес, жеке көлікпен шыққан. Тізгінде аудандағы спорт мектебінің директорының орынбасары болған. Рөлде келе жатып қалып кетіпті. Жүргізуші қамауға алынды. Свидетельствование показало, что он выпившим не был, находился в утомленном состоянии, заснул. Жеңіл көлікке сығылысып мінетінде ауыл балаларына жарысқа қатынау үшін автобус қарастырылмаған ба? Облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасындағылар бұған дейін аудан балалары автобуспен не пойызбен келетін дейді. Аймақтағы 38 спорт мектебінің тек 9-ында автобус бар болып шықты. Ал қыршыннан қиылған спортшы баланың өлімінен кейін басқарма басшысы отставкаға кетуге асығатын емес. Без комментариев, то есть это решение я не принимаю, то есть, конечно же... Орынды босату, босатпауға қатысты түсініктеме бере алмаймын, шешімді қабылдайтын мен емес, әрине жауапкершілікті сезінеміз. Мұндай жағдай бірінші рет болып тұр. Бұған дейін олар автобуспен келетін. Балалардың жанында болған жаттықтырушы хал үстінде жатыр. Мойын омыртқасы бірнеше жерден зақымданған, жасанды тыныс алу аппаратына қосылған. Істің мән жайын облыс әкімі бақылауына алыпты. Ақбаян Сұлтанмұратова, Марат Ақажанов, Еуразия бірінші арнасы, Ақтөбеден.